Аязды түнде табанының астындағы қар шықыр-шықыр етеді. Жотадан жотаға жортты. Талай жерден қарауыл қарап, желге тұмсығын төсеп, алыстан тартқан бір иіспен жүріп отырып, бір қыстаудың желкесінен келіп шықты. Тау желкесіндегі боз қарағанды, қарлы адырдан әрлі-берлі жүріп көп аңдыды. Шашау шыққан мал жоқ. Айналасы қарауытып қыстау тұр. Бадырайып қараған көздердей болып, әр жерден төрт бұрышты қызыл оттар көрінеді. Пішен төбесі мен қораның ығында жатқан иттер үреді. Сақ, мазасыз. Бірақ сол қорадан кеш бойы мұрнын жарып өзіне тартқан қой иісі де келеді. Қарағы жақындайын деп еді. Көп иттер шулап үріп, маңайлатпады. Қатты аяздан тұмсығының ұшы езуі ашып шыдатпай тоңа бастады. Табанына өткен ызғар да аяқтарын қарып қатырып барады. Қайта жортып адырға шықты. Алғашқы рет амалсыздан көкке қарап, аузын ашып, ышқындаған ішінен зор дауыс шықты. Күтпеген дауыс. Көксеректің ең әуелгі ұлығаны осы еді. Қарлы елсіз адырды басына көтеріп дауыс салды. Тынбай ұзақ-ұзақ уақыт ұлыды. Мұның даусы шыққан сайын сайдағы ауыл жақтан көп иттің арс-ұрс шәу-шәу етіп өргені естіледі. Көксерек құйрығын артқа екі аяғының арасына тығып алып, аш белі бүгіліп, іші қайта-қайта солқ-солқ етіп олып тұр еді. Бір мезгілде дәл жанынан өзінің дауысындай дауыс естілді. Ол да дәл осы сияқты ұлиды. Көксеректің даусын естіп, маңайда жүрген қаншық қасқыр мұны іздеп келеді екен. Екеуі екі беттен бірін-бірі көрісімен қарсы ұмтылысты. Етбеттен біріне-бірі жақын келгенде ыр-ыр етісіп, тістерін тигізіспей қағысып етісті. Ашқара қазулары сақ-сақ етті. Көксерек гүрілдеңкіреп маңына көп тартқысы келмей, әрлі-берлі ортқып түсіп, жылдам оралып, ашу шақырғысы келіп еді. Ақ қасқыр айнала қаңсылып, бұның ізін иіскеледі. Аздан соң құйрық жағынан бір иіскеп, сирағын жалап өтті. Екеуін иістер табыстырды. Көксерек те айнала иіскеді. Бір-бір рет жақтарын жаласты. Көсіліп алып сайға қарай салды. Екеуі де енді ширақ қатты жортады. Қора жанындағы дөңкиген сары жотаны құлдап тарта бергенде, қалың жүнді барқылдақ қара ала төбет сандарына түсті. Бұл көксеректің жаз бойы ырылдасып өскен ала төбеті болатын. Қасқырлар бой салып қашқан жоқ. Ақ қасқырды алдына салып, көксерек арт жағына онды-солды жалт-жалт қарап, ойға, тасаға таман түсті. Артындағы иттерді ілестірмек болып, үріп қуып келе жатқан ала төбет бұлар ойға түскенде тоқталуға айналып еді. Қалған иттер жота басында серейіп-серейіп тұрып қалып, олар арадан кәр жіберіп тұрған. Енді қара ала тоқтауға айналғанда, көксерек бұрыла сала тап берді. Ақ қасқыр да айналып жіберіп, ағызып келіп алдына түсті. Екеуінің бетіне шыдай алмай, жалт бере қашқан ала төбет құйрығы шошаңдап, барбаңдап, бетке қарсы ұзай алмады. Ақ қасқыр бұрын жетіп жұлып кетті. Арты көтеріліп барып түссе де, ала төбет жығылмай қарсы қарап, ырылдап тұра қалып еді. Сол кезде ғана бұларға жеткен көксерек келе құлақ шекеден қауып түсіп, көз ілескенше қара аланы жұлып соғып, астына жұмарлап басып алды. Қасқырдың екеуінің де жоталарын дөңкиіп, жон жүндері үрпиіп алған. Ауыздары басында қалың жүнге толып-толып шықса да, артынан ыстық қанға, жұмсақ етке, сырт-сырт сынған сүйекке де араласты. Аяқтарының астында ойылып қалған қалың қар бұрқ-бұрқ борайды.
Жылы жұмсаққа тұмсықтары кіріп алып, екеуі де өзге дыбыс шығармай қорқ-қорқ асайды. Суық қар араласқан жылы тамақты қомағайланып, қылқ-қылқ жұтады. Аяқтап келгенде екі санды екеу ортасынан дар айырып, жұлып-жұлып әкетісті. Аздан соң қара аланың қара табандары мен құйрығы ғана қалды. Одан басқа әр жерде шашылып жүндер ғана жатыр. Екеуі айға қарсы қасқайып, қайтадан қара адырға тартты. Алдына көксерек, артына соның ізімен ақ қасқыр түсіп, адырға кіре бермей, бір ық жартастың бауырында екеуі бірдей аунап-аунап алды. Осыдан соң екеуінің жұбы жазылған жоқ. Қасына серік ергеннен бері көксерек зорайып, қатты өсті. Аяқтары жуандап, жүндерінің бәрі де қалыңдап, ұзарып, өзі жуан, өзі мықты, көкжал болып алды. Қыз іші болса да, жоны шығып, алқымы түсіп, семіріп кетті. Оның есебіне белгілі атышулы екі қасқырдың, қара адырдың іші тасындағы ел түгел көресіні көрді. Даладан қойшы алдынан қой тартып жейтін, жайлаудағы сиырға шауып, тайыншыдан бастап үлкен сиырға шейін жейтін осы екеуі. Февраль, март кезінде 3-4 түйеде желінді. Кісіден қорықпайды. Әсіресе бір көк шолақ бар. Қойды алып соғып жарып жатқанда қасына сойыл салым жерге келгенше қашпайды. Даладағы қойға тигенде әуелі біреуі келіп шабады. Соған қойшы алданып жүргенде бір жақтан келіп екіншісі шабады десетін болады. Боранды аязда түндерден бірен саран қораға да түсіп көрді. Бір кедейлеу ауылдың қой қорасына түсіп, 10 шақты қойын жалғыз көксерек өзі өлтіріп, құтылып шыққан уақыты да болды. Бірнеше ауылдың қасқыры мен таласуға жарайды, ер сақ деп жүрген әлденеше иттер де желінді. Және шерет жасағандай. Қара адырдың қыстауларына кезекпен соқтығады. Бірер күн бір-екі ауылдың айналасында қатты қимыл қылып, жүріп соның артынан бір жұма 10 күндей бұл маңайда жоқ болып кетеді. Оның есебіне екінші, үшінші ауылдар әлгінің көргенін көріп жатады. Әр ауылдың тұстарында өздерінің көрініс беріп келетін қарауыл жоталары, жығылып келетін сай өзектері бар. Торуға мезгіл таңдамайды. Таңертеңі, түсі, түні бәрібір. Күніне бір мардымда жей алмай, қанағат қылмайды. Келгенде, ана кезең жақтан, анау шиден, ана қарағанды сайдан келе десе де, сол жерлерден айтқандай шығады. Бұлар айналдырып жүрген елдер малын шашау шығармай, көзден таса қылмай, қия бастырмай-ақ сақайған болады. Бірақ күндіз түннің бірінде не қылса да бір қапса болмай тағы қоймайды. Көксерек дәл соған кез келгенде дап-дайын болады. Қыс қатты, қар қалың, қасқырды қар көтереді, атты көтере алмайды. Сондықтан талай рет ат жаратып, шоқпар қамдап, қуамын деген жігіттер болса да еш нәрсе қыла алмайды. Бір рет қана белгілі бәйге жирен атымен Арыстанбек шығып, сондарынан түсіп еді. Оны адырдан адырға салып, адастырып кетті. Маңайламайтын жерден алыстан мылтық атып, қорқытпақ болғандар да бар еді. Одан да жасқанбады. У салғандардың уларын да жемеді. Ол олардан иттер жеп, қырылып қалған уақыттарда болды. Мұның бәрі екі қасқыр жайындағы Қара адыр елінің аңыз әңгімесі еді. Соңғы бірер айдай бір ауылдың кісісі бір ауылға қатынасса, жиын болып көпшілік бас қосса, көп әңгімелері екі қасқыр жайында болатын. Көксерек семіргенде, үрелеп өскенде, осындай даңқ атақ ішінде семіріп өсіп келе жатыр еді. Осы күйлердің бәрімен қатар көксерек оңашада елсізде қатты ойыншы болатын.
Түс кезінде я таңертең бір малды тасада аунатып жеп алып, елсіздегі қашанда жатақтарына қайтады. Сондайда ақ қасқыр жүрістен талып келіп, танығып жатса, көксерек айналасында қар боратады. Жүгіріп, екпіндеп кеп, тістеп өтеді. Басынан асып аунап түседі. Кейде ақ қасқыр ырылдап, тісін сақылдатып, құлағын жымитып, ашумен тап береді. Ондайда көксерек тек қатты қорылдап, гүр-гүр етеді. Кейде секіріп кеп ақ қасқырдың желкесінен қапсыра тістеп алып, қысып тұрып барып қоя береді. Екеуі осыдан әр ұзасып барып таласпайды. Артынан көксерек қайта ойнайды. Күн жылына бастады. Бірнеше рет шағырмақ жақсы күндер болып, әр жерден қары тесілді. Ойдым қара жерлер көріне бастады. Жылы күн ұйқыны көп келтіреді. Тамақтың артынан бойды көп сергітеді. Етті шымырлатады. Ақ қасқыр да ойынша бала бастады. Өзі келіп көксеректі иіскеп, жалай беретін болды. Қайта көксеректің үстіне артыла береді. Ыңырсып, тістеліп те қояды. Бой тартты. Екеуі қалың қараған арасында ұйығып та алды. Көк молайып жаз шыққан соң, екі қасқырдан қара адырдың елі сап болды. Қара адыр сыртында елсізде екі үлкен ашы көл бар. Соның аралығындағы қалың шидің ішінде ескі ін болатын. Көксерек пен ақ қасқыр сонда жақын жерде қамыс, одан әрі көл қауіпсіз. Адам көзінен алыс жай бастап келген ақ қасқыр. Бұл кезде көксерек басқа жақтағы елді ториды. Ақ қасқыр ін маңында болады. Қамыс арасында көп құстардың жұмыртқасын жейді. Бір күні көксерек інге салып келіп, аузынан кесек-кесек құйрықтарды құсып тастады. Бірақ бұрынғы дағды бойынша ақ қасқыр қарсы шығушы еді. Оны істемеді. Көксерек ін аузын тырналап, шаң боратқан соң ғана сүйретіліп, зорға шықты. Ін ішінен жат иіс сезіп, көксерек басы мен кеудесін сұғып, ыр етіп барып, кішкене күйкі күшік тістеп суырып алып шықты. Бұны істегенде ақ қасқыр арсылдап тап беріп еді. Көксерек сонда да тоқтамай, көп күшіктерді жерге жұлқып соғып, қабырғаларын кірт сындырып, өлтіріп тастады. Бірақ бір емес, екінші, үшінші, тағы әлденешеуі пайда болды. Аяғында жылыды. Күшіктерді жалап, иіскелеп, кейде қастарына да жатады. Ақ қасқырға жем таситын болды. Аздан соң серігі қайта қосылды. Көп ұзап шықпайды. Сонда да талай жерге еретін болды. Бір күні екеуі бір қозыны жеп келе жатыр еді. Үндерінің үстінен көп үлкен жаулар кетіп барады екен. Қамыс арасына бұқты. Жау озған соң інге келді. Бірақ қана күшік қалған, бұралып тұра алмайды, арт жағына баса алмайды. Ақ қасқыр тістеп әкеліп қамысқа тықты. Екеуі қайтадан қара адырға бет бойды. Жарысып, кезек озысып отырып келіп, даладағы қойға тиді. Түн баласында құлын жеді, тай жеді. Тыным алмай, баяғы іздерімен баяғы елді қайта қан қақсатты. Бұрынғыдан жаман құтырды. Ақ қасқыр ойнамайды, қаңсылай береді, жесе де семірмейді. Кей уақытта жалғыз қаңғып кетеді. Көксерек артынан іздеп жүріп, зорға табады. Кейде көксерек қатты жүріп кеткенде, бұл жүрмей тұрып та қалады. Көксерек қайта айланып келеді. Кей уақыттар бір-екі күндер ашта қалсады. Бірақ қара адыр елі екі қасқырды ұмытқан жоқ. Әлде болса да сол екеуін көре береді. Енді жер кепті. Жазғы тұрғы, көкпен көбең, семірген, жел қуық айғырлар қайта мінілді. Бір күні зор қуғын болды. Үш үлкен жау қара адырдың ойында тобылғылы шұбардан шығарып алып, екі қасқырды сатырлатып, бастырмалатып қуып берді. Екі айырыла қашты.
Ақ қасқырдың желіні түгел қатқан жоқ екен. Бәрі бірдей соның соңына қарай үңілді. Көксерек еріксіз ойысып келіп, үшеуінің алдына өзі түсті. Екеуі қатар қашты, беттері қара адырды еді. Ерікке қоймай, жандай шауып, тауға жібермей қайырып алды. Ақ қасқыр ойға қарай қашты. Көксерек ерегісіп тауға қарай тартып еді. Мұның біреуі ғана қуып, екеуі ананың соңынан кетті. Ықтиярсыз айрылып кетті. Артында жерді дүрс-дүрс басқан қатты тұяқтар бұны енді ақ қасқырға қоспады. Сонан соң бұл адырға кіріп, бір-екі бел асқан соң қуғыншыны адастырып құтылып алды. Бірақ серігі жоқ. Сонымен қуғын күні көксерек түні бойы ақ қасқырдың ізіне түсіп, жортып еді. Бір төбенің ойына келгенде иіс де, ізі де бітті. Серігінің иісі жоқ, оның орнына ат, адам иісі мол білінеді. Ағып ұйып қалған қан көрінді. Аз ғана иіс келіп, бір рет жалап, дәмін де көрді. Түн бойы көп ұлыйды. Таң атқанша жер тартып, шаң боратты. Ыңырсыды, аунады. Ай астында әрлі-берлі сенделіп, көп аяңдап жүрді. Қасында көлеңкесі ғана жүреді. Тағы да жалғыз жортуылға түсті. Жаз бойы жалғыз тіршілік етті. Ашы көлдің солтүстік жағын жайлаған 5-6 ауыл көксеректен тағы да көресіні көрді. Күндіз келіп, көл жағасында қамыста жатады. Түн баласында бір ауылдың шуын бір ауылдыкіне қосып, бықпырт тигендей қылады. Жаздай жеген қозы бұзауының саны 50-60-қа жетті. 2 рет қуғын болды. Бірақ екеуінде де көлге түсіп кетіп, судың тап ортасында барып, дөңкиіп жатып алды. Сая сулы, айналасы зор батпақ. Батпақты ашы көл буған үлкен қорған болып алды. Әсіресе жаңбырлы желді түндерде ай қараңғыда ақ жауындарға көксерек қатты құтырады. Түнгі ауылдың қорасына шықпанда күзетшінің, айтағы иттердің үріп тұрғаны барлығы да бұған бөгет емес. Кей-кейде ара түнде жарқ етіп, күрс беріп, мылтықты атылады. Даусынан ғана біраз сескенеді. Азғантай ұзап кетеді де, ел тыныштала бергенде қайта соқтығады. Жасынан бір күнде 2 рет ас жеп, ашқарақ болып үйренген көксерек ауылға жақындап келгенде көзі тұнып, есі шығып кетеді. Сондықтан ауылға таққай бере ағызып ат қояды. Қораны өрт шыққандай, жер сілкінгендей дүр-дүр еткізіп келіп, қақ жарып шыққанда аузына кем болса 1-2 батпан құйрық ілінбей қалмайды. Бұл жазда көксерек қатты семіз болды. Әлдақашан түлеген, тақыр жүн күзелген жылқының жалындай қайратты, қатты. Денесінің толуы, бойының биіктеуі, қайратының молаюы биылғы жыл ерекше болды. Күздің ұзақ таңында бір дауылда қара түнде топ жылқыға араласып еді. Сонда қысырдың семіз асау тайын бастырмалатып қуып жетіп, құйрығынан алып табандап тұрып, қалғанды тай тапжыла алмады. Аз тырмысып тұрып, қоя беріп қалғанда, тай екпінімен барып тоңғалаң аса түсті. Сонда ағызып келіп бас салып, алқымынан гүр етіп қаба түскенде, тай көтеріп тұра алмай, көксеректің астында ажал тапты. Қайтадан қарлы, боранды қыс келді. Аязды, елсіз ұзақ далаларда аштық түндері басталды. Ашу мен жер тартып, қар боратып көп ұлыйды. Бір мезгілде ай астында ағараң еткен көп топты көрді. Бұрылып бір жаққа қарай жалтарғанша тасырлатып, қар боралатып, қасына ағызып келіп қалыпты. Бұлар тілдері салақтаған, ауыздары араңдай ашылып, жүгіріп келе жатқанда, бәрі тегіс
ырс-ырс етеді. Иістері көксеректің мұрнын жарды. Қарсы аяндады. Қалың топтың алдында зор кәрі шолақ мұның жанын арс етіп желді қуып өтті. Көксерек те тұмсыға ашумен ыржиып, тістерін сақ-сақ еткізіп, екеуі қайта беттесіп келгенде, біріне бірі ұмтылмай, құр ғана жанасып, қор-қор етіп ырсылдап тұрды. Артынан жеткен көп ақ қаншықтар көксеректі айнала иіскеледі. Бір үлкен ақ қасқыр келіп жағын жалады. Бұ да жалады. Бәрін иіскелеп алды. Үлкен көк шолақ қана иіскелеп жанасқан жоқ. Бәрі де аунап-аунап, қарлы қауып-қауып алысты. Көксерек те соны істеді. Бұл қосылған топ жаңа ғана отардағы жылқыдан бір тай жеп келе жатыр еді. Бірігіп алып, адырға қарай жарысып жөнелісті. Бұл топтың саны 10 шақты. Әзірге басшысы Көкшолақ. Қалғандары қаншық қасқырлар. Үшеу-төртеуі күшік, оның ішінде 1-2 арланы бар. Бірақ олар Көкшолақ пен Көксеректің қаймығады көп ойнайды. Үлкендерімен ырылдасып, таласпайды. Көксеректі қаншық қасқырлар көп жағалайды. Топ ішінде Көксеректен күйлі қасқыр жоқ. Бойға денеге бұны мен Көкшолақ қана таласады. Оның мойны Көксеректен де жуанырақ. Жалғыз-ақ жотасы ғана бұныкіне ұқсамайды. Мұндай дүңкиген күдір емес, жазандау. Шабысқа артық болса да, алысқа мынадай сенімен сияған емес. Құтырып шапқан мықты, қомағай топтың бетіне ештеңе қарсы тұра алмайды. Боранды күні ығып келе жатқан қойға араласып, бет-бетімен бөліп-бөліп әкетіп, талай қойды жаралап жеп, қырып шықты. Көксерек қосылғаннан бері алғашқы шабуыл осы еді. Тамақты емін еркін араласқандықтан әрқайсысы жеке-жеке таласпай, қағыспай жесіп алды. Қар қауып аунап-аунап тағы бірікіп алып, ілгері қарай салды. Артынан адам келіп, айырып алған қойлардың талайы таусылып біткен, талайы жаралы, әр жерде сирағы, бас жүні шашылып қалған көп жемтіктер көрінеді. Топтанып келіп, жылқыға да шапты. Бірақ оның ойын алған, жағын сындырып қалған тай болмаса, ешбірін жығып алып, емін еркін жей алған жоқ. Көп жылқышыға қуғын салып, жегізбеді. Бір күн бір түн аштық болды. Далада сары жотаның басында шуласып, ұлып-ұлып алып, күн батыс жақта түтіні шығып, қарауытан жатқан ауылға қарай тартып берді. Ел орынға отырар кезде ауылға қайтып келе жатқан 2-3 жылқыға келіп араласты. Жылқының екеуі қашып ауылға жақындап қалды да, біреуін Көксерек омбы қарға қамап кеп, белгілі әдісімен жығып алды. Кішілеу құнан шығар еді. Бар қасқыр айнала тура қалып, ашқарақ ауызды қойып жіберді. Әлді қашан ішінде жарылған құнаның буы аспанға шығады. Қан жын басы көздерін жауып, жота жүндері үрпиіп, естері шығып, асап жатыр. Көксерек бұрынғы дағдысымен жемтіктің кеудесіне тұмсығын тығып жіберіп, жұлып асап жатыр. Желкесінен ыр етіп бір ауыз тістей түсті. Бұл орын Көкшолақтың орны болушы еді. Жемтіктен басын суырып алып, Көкшолақтың асылып тұрған аяғынан қатты тістеп алып, үстінен жұлып тастады. Екеуі де жемтіктен шығып біраз гүр-гүр етісіп тұрып, қайтадан қызылға ұмтылысты. Таласа тармаса жесіп алды. Соңғы бірақ саны қалған уақытта күшік қасқырлар мен қаншықтардың көбі шығып кетіп, екі Көкшолақ қана жемтікті жұлмаласып қалды. Өзгелер бұлар жеп болғанша қарда аунап алды. Бір талайы төстерін қарға төсеп күтіп жатыр еді. Жем бітті. Тағы да адырға қарай тартты. Топ алдында 2 Көкшолақ қатар жортады. Біріне бірі жол бермейді. Бірінің алдына бірі түссе, тірсектерінен тістеп, ырылдасып қалады. Азу тісінің бірі сынған Көкшолақ ызалы, долы, гүрілдеп сыздана берді. 2 күндей
аш болысты.